Ассалаумағалейкум оқырмандар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай кешкі астың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте керемет, дәмді болып шығады. Менің видеомды толықтай қарап, жасалуын қараңыздар және де жасап көріңіздер. Пікір қалдырып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең алдымен бізге осындай тартылған ет қажет. Содан кейін блендерде өткізген немесе ұсақтап туралған жуа қажет болады. Содан кейін чеснок, тұз, бұрыш қажет. Соның барлығын аламыз, дәміне қарай қосамыз. Одан кейін панировочный сухари және де бір жұмыртқа. Осы жарып аламыз да жақсылап араластырамыз. Қасықпен араластырып болғаннан кейін қолмен жақсылап араластырып шығамын және осылай 5 бөлікке бөліп аламын. Бес бөлікке бөліп алғаннан кейін осылай қолымыздың көмегімен шариктар жасап, дөңгелектер жасап, осылай дайындап алатын боламын. Осылай 5 бөлшекке бөліп аламыз. Содан кейін бізге 5 кәсе қажет болады. Кәсемізді осылай майлап аламыз, немесе сары май жақсаңыздар да болады. Одан кейін қолымызды сулап аламыз да жаңағы дайындаған котлеттерімізді осы кәсенің ішіне, барлық жеріне қолымыздың көмегімен жайып шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендегідей жасап шығатын боласыздар. Барлығын осылай дайындап аламыз. Енді ішкі салмасына, яғни ортасына құятын салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа қажет болады. Одан кейін дәміне қарай тұз, бұрышын қосамыз. Содан кейін 150 мл сүт қосамыз. Және де укроп, жуаны қосамыз. Жасыл жуамызды қосамыз. Осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай кәсемізді противенге салып аламыз да ортасына үкіштен өткізілген ірімшігімізді салатын боламыз. Ірімшігімізді салып болсақ, одан кейін қызанағымызды саламыз. Қызанақты осылай жіңішке етіп кесіп алдым және бір данадан салдым, немесе 2 данадан өздеріңіздің қалауларыңызбен салсаңыздар болады. Одан кейін жаңағы дайындап алған салмамызды осылай ортасына құйып шығатын боламыз. Мен сүтті 100 мл қиғандықтан кішкене азырақ болып кетті. Сіздер 150 мл-дай кішкене көбейтіп құйыңыздар, сонда салмамыз көп болады. Және де достар, шанышқының көмегімен котлеттеріміз жандарын осылай кішкене басып жіберетін боламыз. Және де 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Достар, қараңыздар, кәседе дайындалған ерекше тағамымыз дайын болды. Мен сияқты күрішпен ұсынсаңыздар болады, немесе де басқа да тағам түрлерімен ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Осылай суығаннан кейін кәседен қасықтың көмегімен айналдырып шығарып аласыздар. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Ассалаумағалейкум.